Құрметті Саясат Нұрбекұлы, құрметті отырысқа қатысушылар, әріптестер, ғылыми қоғамдастық және өнеркәсіп өкілдері. Шығыс Қазақстан облысының ғылым жөніндегі өңірлік кеңесінің бірінші отырысына қош келдіңіздер. Ғылым мен технология бүгінде экономиканы тұрақты дамыту мен жаңғыртудың негізіне айналуда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, өңірлер ғылыми зерттеулерге белсенді түрде қатысуы тиіс. Жергілікті жерлерде ғылымды қолдау өңірлердің экономикасы мен әлеуметтік саласының алдында тұрған нақты міндеттерді шешуге бағытталуы қажет. Бүгінгі отырыс тәжірибеге бағдарланған, сұранысқа ие өңірлік ғылымды құру жолындағы алғашқы қадам болатынына сенімдімін. Өз тарапымыздан біз тиімді ынтымақтастық пен білім алмасу үшін облыстың инновациялық инфрақұрылымын дамытуға, университеттер, зерттеу орталықтары, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен мемлекеттік органдар арасындағы байланысты нығайтуға бар жігерімізді саламыз. Біз инновацияларды ынталандыру жолымен тартып, жаңа жұмыс орындарын құрумен қатар, өңірдің тұрақты дамуын қамтамасыз ете алатынымызға сенімдіміз. Шығыс Қазақстан облысының ғылым жөніндегі өңірлік кеңесінің бірінші отырысына қатысушыларға табысты және нәтижелі жұмыс тілеймін. Бұл енді жалпы кабинет дегеннің алдында ғылыми орталық деп айтқан дұрыс болады. Яғни қорғаныс және функционалдық жабындар ғылыми орталығы өзі жалпы атайтып тұрғандай қорғайтын және әртүрлі функция орындайтын жабындар алу. Яғни қазіргі кезде әртүрлі салаларда, соның ішінде энергетика, химиялық өндіріс, агро машина жасау, жалпы машина жасау, металл өңдеу салаларында қолданылатын әртүрлі материалдар мен бөлшектердің жалпы жұмыс істеу мерзімін ұзартуға бағытталған бетті өңдеу бір технологияларын әзірлеумен айналысамыз. Қазіргі кезде көп жерде қолданылатын бөлшектер, олар әртүрлі бір эффекттерден тезірек жұмыс істемей қалады деп айтса болады, бір жеңіл қылып айтатын болсақ. Яғни олардың жұмыс істемей қалу, сол істеп тұрған бір мәшін болсын, мысалға қатты бір кері негативті эффектісін жасайды. Біздің мақсат сол жұмыс істемеуге дейінгі уақытты ұзарту. Яғни мысалға 1 сағат істейтін затты 2 сағат қылу. Және де бұның бәрі жаңағы экономикалық бір эффективностін көрсетеді.